Достар, бұл біздің ауыл. Bir сөзбен айтқанда Швейцария. Міне тау, міне көл. Ал мынау біздің ауылдың мәдениет қайраткерлері. Сен де тудың ауылда, мен де тудың ауылда. Тізгін беріп қолыма, әкім болдың сорыма. Өзің туған ауылды тоздырыпсың тағы да яй. Қозы қуған ауылыңды оздыратын күн туамай. Бұл кісі біздің әкім. Әкім болып сайланғанына тура бір ай болған. Айтпақшы, бұл кісі Астанадан әкімдер мектебін бітіріп кеше келген. Сонда қалай? Енді осыларды оқытамыз ба? Білетін адамдарды алмай ма сразу? Қызық. Мен адаммын. Менің атым адам. Затым әкім. Демеле болайын. Жоқ. Жұмысым әкім. Ал мынау құжаттар. Мектеп және емхана саламыз деген. Ал мынау 2000 сиыр алуға деген субсидияның құжаттары. Адам, сен ана Астанаға барып келгелі өзгердің ғой. Мына елдің айтып жүрген рас па? Соны өз аузынан естіп келдік. Айт. Сен не үшін біз әкім қып сайладық, а? Не үшін? Соны айтам мен. Ауылға мектеп керек, емхана керек. Сен салмайым депсің ғой? Ашуланбаңыздар, ауылдастар. Мен оңбағамын, мен жамамын. Мен мына сіздер білетін сияқты әкім емеспін. Не екенін түсіндірейін. Мына мен қолымдағы құжаттар 2000 сиыр алуға субсидияға құжаттар, және де мектеп саламыз, емхана саламыз деген құжаттар. Турас құжаттарды өзім жеке басым ауданға өткізем. Аудан облысқа, облыс Астанаға өткізеді. Сөйтіп Астана бізге мектепке де, емханаға да ақша бөледі. 2000 сиырға субсидия да аламыз. Жақсы ғой. Бірақ бізге дейінде тура осылай жүздеген ауыл, жүздеген әкім жасаған. Содан Қазақстанның ауылдары дамыды ма? Сен Қазақстандық айтесің ей! Мәселе біздің ауыл туралы болып тұр ғой! Айтсын мен, айт! Жаздай жаздай шуылды жаздай ақсынға Ердерге пілердерге шырқардерге ақсынға Суымыз міне сарқырап ағып жатыр. Қараңыздар, достар. Сен осы танымал блогер болғың келеді ғой, Саған менде бір сөз бар. Жүрші менен. Слушай. Әкім күні-түні ауылдар алады. Ал мен оны түсіріп жүрдім. Танымал болатын шығармын, Аға, сізде трактордан басқа не бар? Жеке сізде қазір қанша мал бар? Нақты санын айтыңызшы. Нақты санын дейсің ба? Мына екеуін қосып айтайын ба, қоспай айтайын ба? Айлар өтіп құрма. Апа, бір сиырдан қанша кило құрт алуға болады? 30 кило балам, 30 кило құрт алып. Аға, былтырғы маусымда 20 тонна алма алдыңыздар, Иә. Оны көбейтуге болады? Болады. Біздің әкім кабинетте отырудың орнына күн сайын ауыл кезіп жүр. Кредиттер мен қарыздар бар. Осы елдің әкімдері құсап, өкіметтің ақшасын алып, тып-тыныш қана жүре бермейсіз бе? Кооператив құрамыз, бизнес жасаймыз, біріксек күш боламыз. Қандай кооператив? Ауылда қайдағы бизнес? Осы кісі қап-қызыл ше. Сен бересібет қана теппей, құлақтан да тебеді екенсің. Госбюджеттен ақша бөлеміз, емхана саламыз, мектеп саламыз. Қайда? Аға, осы өзіңіз әкім болып тұрған кезде неге соның бәрін жасамадыңыз? Неге жасамадым? Ауданда мен ең үлкен тойхана салдым. Міне, басқа не керек? Тәуелсіздік күніне марафон жүгірдік. Жақсы іс бітіріпсіздер. Дұрыс айтасыз. Әрине дұрыс айтамын. Ал сен маған мынаны айтшы. Сен өзің не бітірмексің? Мен скрининг жасадым. Біздің ауылда 300 бас ірі қара бар екен. Егер солардың үстін жинап, сертификаттасақ, өзіміз өңдейтін болсақ, кемі 30 адамды жұмыспен қамтуға болады.
Ауылымызда алма бақ бар. Алдыңғы маусымда 20 тонна алма алдық. Жақсылап жұмыс істесек 50 тоннаға жеткізуге болады. Айналайын. Кім саған ішіп отырған сүтін береді дейсің? Наукенді ішіп отқан үстінен қалғанын аламыз. Соны жинаймыз және сақтайтын қойма да саламыз. Біздің ауылда көптеген техника бар. Солардың бәрін күшін біріктіретін болсақ, ауылдың шетінде картоп егуге болады. Картоп ексек, кемі аудан, облыс, керек десеңіздер республикаға да сатуға болады картопты. Бәрі жақсы ғой. Бірақ ауыл шетінде қай жерде айтып тұрсың? Оның бәрінің назначениесі өзгеріп, ана Саян прокурордың атыны өзгеріп, аударылып кеткен жоқ па? Міне мына науан әкім болып тұрған. Қойсаңшы. Рас. Магнограф, тарат жосыны. Ауыл бәріміздің аманатымыз. Жер халықтікі. Демек, жердің игілігін халық көру керек. Ал заңсыз еткен жерді қайтарамыз. Біз міндетті түрде кооператив құрамыз. Ауылдастар, мені қолдайсыздар ма? Бірге дамимыз ғой. Арам емес әкім деп қарашы маған, ең бастысы еліме жанашыр болам. Көтерейік ауылды бәріміз бірге, масыл болып жатпашы ғажайып далам. Талабыңнан айналдым ауылдасым-ай, ынтымақ пен бірлікте табыласың бай. Қалауыңнан айналдым бауырласым-ай, байлығымда бағымда барымда сен-ай. Біздің әкімдер мектебін оқып келді. Енді ауыл дамитын сияқты.